Саламатсыздар ма? Бүгін біз ірімшіктен пайдалы шайға тәтті жасайтын боламыз, көреміз. Так, бізге 300 грамм ірімшік керек. Осындай 300 грамм свежий ірімшік керек. Осы ірімшігімізге біз қант ұнтағын қосамыз, яғни сахарный пудра және кокосовая стружка мынандай. Бұндай дайын магазинде сатылады. Осылай қосып араластырамыз. Және сливочный май қосамыз кішкене, 30 граммдай. Тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, кішкене қант қосып жүрсеңіздер болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Жақсы араласты. Енді осы ірімшігімізден осындай құрт сияқты шариктер жасаймыз. Қолымыз таза, қолымызбен әдемілеп. Не осындай. Ірімшігімізді дайындап алдық. Енді осы ірімшігімізді холодильникке немесе морозильникке 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Енді сыртына орайтын шоколадын дайындап аламыз. Ол үшін осындай шоколадты ерітіп. Так, шоколадымызды былай ерітіп алдық. Енді үстіне 100 граммдай сливочный май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Және орех. Қандай орех бар? Любой орех ала беруге болады. Ірімшігіміз холодильниктен шықты. Кішкене қатыңқыраған. Осылай ағашқа кішкене қадап алып, шоколадымызға батырамыз. Осылай бәрін істеп шығамыз.
ірімшігімізді міне шоколадымызға батырып алдық. Енді тағы да бір 10-15 минутқа морозильникке қойып қатырамыз. Тәттіміз дайын болды. Холодильникте 10 минуттай тұрды. Ал енді бисмиллах деп дәмін көрейік. Ортасы осындай. Пайдалы әрі тез. Үйлеріңізде балаларыңызға істеп берсеңіздер болады. Дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мынаны істеп сатуға да болады. Тәттіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.